Қайырлы күн менің кішкентай бүлдіршіндерім. Бүгін бізде қоршаған ортамен танысу оқу қызметі тақырыбы менің отбасым. Бүгінгі оқу қызметінің мақсаты отбасындағы өзара тату қарым-қатынастардың маңызын түсіндіру. Алдымен балалар шаттық шеңберін айтып алайық. Біздің отбасы. Алақаны аялы, анам бар менің саялы, кешіре білген күнәмді, әкем бар менің шыдамды, шалғы тартқан шалғында, ағам бар менің алдымда, жақсылыққа талпынған інім бар менің артымда. Өте жақсы балалар, ендеше отбасы мүшелерімен танысайық. Отбасы мүшелеріне кім жатады? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасың. Отбасы мүшелеріне ата, әже, әке, ана, ұл және қыз жатады. Ал сенің отбасыңда кімдер бар? Маған өз отбасың туралы айтып берші. Ендеше Алланың отбасымен танысып көрейік. Мен damağını osunda kalın kalay. Parmak ana kaydasın. Mıngamın osunda kalıp kalay. Parmak aha kaydasın. Mıngamın osunda kalıp kalay. Parmak atke kaydasın. Mıngamın osunda kalıp kalay. Parmak böbek kaydasın. Mıngamın osunda kalıp kalay. Алланың отбасымен танысып болсақ, ендеше үй ішіндегі міндеттер туралы айтайықшы. Үй ішіндегі міндеттер ересектер және балаларға деп екіге бөлінеді. Қалай ойлайсың? Ересектер қандай жұмыс атқарады? Ал балалар ше? Маған айтып берші. Ендеше балалар, суретке қарайық. Бұл Айсұлудың отбасы. Айсұлудың отбасының мүшелерін атап берші. Иә, Айсұлудың отбасында атасы, әжесі, әкесі, анасы және ағасы бар екен, е? Иә, балалар, маған айтып беріңдерші. Ал сенің ата-анаң саған қамқорлық қалай жасайды? Өзің үлкендерге көмектесесің бе? Мен сенің жауабыңды күтемін. Балалар, келесі бізде жеті ата туралы айтамыз. Балалар, сендер жеті ата деген кім? Жеті ата деген не деп түсінбей отырған боларсыңдар. Жеті ата дегеніміз бұл қазақ халқының адамның ата жағынан тегінің таралуы. Бала өзінен бастап әкесі, атасы, бабасы, яғни жеті атасының нақты есімдерін кішкентайынан жаттап өседі. Бірінші бала, екінші әке, үшінші ата, төртінші арғы ата, бесінші баба, алтыншы түпкі ата, жетінші тек ата. Міне, жеті атаның ішінде сендер кімсіңдер? Дұрыс таптың, сендер баласыңдар. Үйге тапсырма сендерге балалар. Ересектердің көмегімен жеті аталарының нақты есімдерін біліп, маған айтып беру. Жеті атаны білу қазақ халқы үшін өте маңызды. Сол үшін де балалар, сендер өз жеті аталарыңды жаттап жүріңдер. Жеті атасын білген бала, ол өте ақылды және өз халқын сүйетін балалар. Сен де өз жеті атаңды жаттап ал. Және де маған айтып беруді ұмытпа. Ендеше балалар, барлығымыз бірге сергіту сәтін айтайықшы. Бұл санамақты сендер білесіңдер. Ал кеттік, бірге айтамыз.
бір үйде біз нешеуміз? Кел санайық екеуміз. Бас бармағым әкем, балаң үйрек апам, ортан терек ағам, шылдыр шүмек мен, кішкене бөбек сен. Бір үйде біз нешеуміз? Бір үйде біз бесеу. Сергіту сәтін қайталап қояйық, балалар. Келесі жылы лебіз дидактикалық ойыны. Балалар, сендер өз отбасыларыңа арнап, яғни ата-аналарыңа, бауырларыңа арнап, жылы лебіздеріңді, рахметтеріңді айтамыз. Өйткені балалар, біздің ата-анамыз және бауырларымыз бізге сондай көп көмектеседі. Сол үшін біз оларға алғыс айтуды ұмытпауымыз керек. Балалар, суретке қарайықшы. Бұл сурет отбасы шежіресі. Әрбір бос орындарға сен кімдерді орналастыратын едің? Сен де үйден ағаштың суретін салып, отбасы мүшелерін орналастырып көр, және де орналастыру себебін маған айтшы. Бүгінгі оқу қызметі сендерге түсінікті болды ма, балалар? Ендеше ағаштың суретін саламыз. Егер ештеңе түсінбедім десеңдер, ағаш суретін жапырақтарды қызыл түспен бояймыз. Түсіндім, бірақ түсіндіре алмаймын десең, сары түспен бояймыз. Бәрін түсіндім, басқаға да түсіндіре аламын десең, ағаш жапырақтарын жасыл түспен бояймыз. Балалар, бүгінгі оқу қызметі аяқталды. Сау болыңыздар.